Ильяшин Сикыров, Қуыршақ әңгімесі буктрейлер. Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Бостандық ауылы. Бостандық орта мектебінің 10 А сынып оқушысы Сабирова Мира, жетекшісі ғалым Айзат Серікқызы. Қоғам өзгеріп жатыр. Замана тартысы күшейген шақ. Ал сол аласапыранның дәл ортасында адам тағдыры көрінбейтін жіптерге байланған қуыршақ секілді өз еркі өзінде емес. Қимылы біреудің бұйрығымен, тағдыры біреудің шешімімен өлшенетін өмір. Биліктің қатал қолы, қорқыныштан көзін төмен салған халық, үміт пен үрейдің арасында қалған сана. Ал сырттай тыныш көрінгенімен, іште тоқтаусыз, үнсіз күрес жүріп жатыр. Кім мықты, кім әлсіз, кім билеуші, кім бағынышты. Ал шын мәнінде осы сахнада кім ғана қуыршақ емес. Ильяшин Сикыровтың өткір де шыншыл сөзі, қоғамдағы әділетсіздікті әшкерелейтін айна. Бұл тек кейіпкердің тағдыры емес. Бұл тұтас бір халықтың ішкі трагедиясы. Поэмада адамның арпалысы бар, ар-ожданмен айқасы бар. Және ең бастысы еркіндікке деген тұншыққан, бірақ өшпеген жан айқайы бар. Қуыршақ басы байлаулы тағдырдың емес, жіпке көнбеген сананың, құндылық пен еркіндік үшін күрескен, сынбаған рухтың тарихы. Жіп үзілер сәт туа ма? Қуыршақ адамға айнала ма? Әлде сахна мәңгілік өзгермей ме? Жауап